Саламатсыңдар ма оқушылар? Бүгін химия сабағынан қызықты тәжірибелер жасаймыз. Қызықты тәжірибелерді көрген оқушыларда қызығушылықтан әртүрлі сұрақтар туады. Одан әрі сол сұрақтың жауабын табуға ынталанады. Нәтижесінде оқушының химия пәніне деген қызығушылығы артады, ынтасы дамиды. Қызықты тәжірибелерге бүгін қажетті заттарға көңіл аударайық. Бүгінгі қызықты тәжірибеміз біздің балдар қанды жүрек деп аталады. Тәжірибемізге қажетті заттар су, аммоний радоноиды, тұз қышқылы, перикс және темірден жасалған жүрекше. Осы тәжірибелерді жасап көрейік балдар. Тәжірибені жасамас бұрын әрқайсысының өзін реті бойынша араластыруымыз қажет. Ең бірінші су құйып аламыз. Судың үстіне аммоний радоноидын салып, жақсылап араластырамыз. Аммоний радоноидының үстіне тұз қышқылын тамызамыз. Тұз қышқылынан 10 мг дейін құямыз. Тұз қышқылының үстіне перикс құямыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз балдар. Араластырып болғаннан кейін темірден жасалған жүрекшені саламыз. Мінекей балдар, өздерің байқап тұрғандай керемет реакция жүріп жатыр. Бұл реакцияның теңдеуіне қарай қойыңдар. Бұл жерде қызықты тәжірибенің реакция теңдеуіне көңіл аударайық. Темірге тұз қышқылын қосамыз. Темір хлориді және сутек газы пайда болды. Екінші реакциямызда темір хлориді, перикс, тұз қышқылы қосып, нәтижесінде 3 валентті темір хлориді мен су түзіледі. Үшінші реакцияда балдар 3 валентті темір хлоридіне аммоний радоноиды қосылып, темір радоноиды және аммоний хлориді түзілді. Мінекей балдар, қызықты тәжірибемізді осылай жасадық. Және бұл жерде темір мен тұз қышқылының арасында қандай реакция жүріп жатқанын өздерің байқадыңдар, көзбен көрдіңдер. Бүгінгі сабағымыз, қызықты тәжірибеміз ұнаса, комментария жазып, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңдар. Өздеріңнің ойларыңды жаза кетіңдер. Қош сау болыңдар.